Сәлем достар, Супер Келіншектің арнасына қош келдің. Сіздермен бірге мен Құралай Орынбасарова. Сіздермен бірге бүгін біз видеоблогта қызыл барқыт тортын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: 470 грамм ұнға, жарты шай қасық тұз, ұн қопсытқыш, яғни разрыхитель 10 грамм, 25 грамм какао порошогын, және 1 шай қасық сода қосамыз. 380 грамм айранға краситель қосамыз. Красительдің мөлшеріне қарата өзімізге қажет қызыл түс болғанша қосамыз. грамм бөлме температурасындағы сары майға біздің жарты қантымызды қосамыз. Миксерлейміз. Оған 70 грамм сұйық майымызды қосамыз. Жарты қантымызды қосамыз. Біз енді 3 жұмыртқамызды саламыз. Миксерлейміз. Енді біз кезектесіп алдымен сұйық және ұнымызды қопсытқыш арқылы өткізіп отырамыз. Смесіміздің қалғанын бәрін құямыз. Қалған ұнымызды себеміз. Енді біз бұл қамырды 3 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Пергаментli бумага салынған формамызға қамырдың 3-тен 1 бөлігін саламыз. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған духовкаға қамырымызды саламыз. 25 минутқа қоямыз. Филадельфиясын жақсылап араластырамыз. Салқын ыдысқа
400 грамм сливкиімізді құямыз. Сливкиға ванилин және сахарный пудра 10 грамм саламыз. Мен көз мөлшерімен салам. Сіздер көз мөлшерімен салуға қорықсаңыздар, өлшеп салсаңыздар болады. Миксерленген сливкиімізға біз сырды 2 бөлшекке бөліп, яғни 2-ге бөліп саламыз. Сырымыздың қалған бөлшегін саламыз. Миксерлейміз. Біздің керемет креміміз дайын. Крем аппақ, әдемі. Дайын бисквитіміздің беткі қабатын пышақпен кесіп аламыз. Дайын бисквиттерге ең бірінші кремімізді жағамыз. Осымен біздің қызыл барқыт тортымыз дайын. Кез келген дастарханның сәнін ашатын өте дәмді торт. Отбасыңызға жасап көріңіз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыз болады. Мен қуана-қуана жауап жазамын. Сіздермен бірге болған мен, Құралай Орынбасарова. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.